Қайырлы күн достар, бүгін біз сарыағаштан мохито сусынын әзірлейтін боламыз. Небәрі 5 минутта дайын болатын салқын жазға таптырмас сусын болып табылады. Бізге керекті заттар 2 киви және де жалпыз, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша лайм қоссаңыздар болады. Мендегі сироп ол барбадостың киви лайм сиропы, және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген газированный суларды қоссаңыздар болады. Мендегі сарыағаш сусыны. Келесі, жалбызды жуып тазалаймыз және де кивидің сыртын ашып, оны арнайы ыдысқа салатын боламыз. Егер сіздер лайм қосатын болсаңыздар, бір лайм жеткілікті болып табылады және оның сыртын ашып, бөлшектеп, тура киви сияқты салатын боласыздар. Және де біздің сироп мен 1,5 литрлік суға жасаймын, сол себепті 13-15 қасық сироп құйсаңыздар жеткілікті. Егер оның дәмі шықпай қалған жағдайда сиропты кішкене қосып жіберсеңіздер болады. Келесі, біз мұздатылған сарыағашымызды жаңаға дайын болған қоспаның үстіне қосатын боламыз. Яғни тура осы видеодағыдай сіздердің қоспаларыңыз көпіршісе, ол өте жақсы дұрыс шығып жатыр деген сөз. Вот, вуаля, біздің бүгінгі лимонадымыз дайын болды. Барлықтарыңызға рахмет, көргендеріңізге, барлықтарыңызды жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте салқын, өте дәмді, өте арзан қоспалардан дайын болатын біздің салқын мохито сусынымыз.